Баршаңызға қайырлы күн, есімім Алтынай, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді қызылша салатының рецептісімен бөлісейін деп отырмын. Міндетті түрде видеоны өткізбей, соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Бізге қажетті заттар қызылша, жүгері және алма. Піскен қызылшаны жақсылап теркадан өткізіп аламыз. Алманы видеода көрсетілгендей етіп, майдалап, кубиктап, жақсылап турап аласыздар. Мен бұл салатты жиі жасаймын, себебі құрамында витаминдері өте көп, әрі тез дайындалатын және қонақтардың алдына ұялмай қоятындай салат. Теркадан өткізілген қызылшаның үстіне туралған алманы және жүгеріні саласыздар. Өздеріңіздің талғамдарыңызға қарай грек жаңғағында қоссаңыздар болады. Барлығын ыдысқа орналастырып алғаннан кейін татымына қарай тұз және майонезді салып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған салатты өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша көк шөптермен әсемдесеңіздер болады. Видео рецепттер ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Салатымыз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын.